Жеңісхан Момышев өзінің алғашқы кинокартинасының түсірілімін аяқтады. «Престарелая афера» деп аталатын туындыда ол режиссер әрі продюсер. Осы бір-екі апта бұрын жаңа картинамның жұмысы бітті. Әлі де қазір «Престарелая афера» деп қойғамыз. Негізде мүмкін рабочий название болып әлі де бұлда қалады. Бірақ соны қазір талқылау үстіндеміз. Ал киноның қазір монтаж жүріп жатыр. Алла бұйырса осы бір-екі аптада трейлерде шығады. Ал қолға алған алғашқы туындысы комедия жанрында болғанымен бұрынғыларына қарағанда өзгеше дейді. Комедия, драма-комедия, бірақ бұл кинода жастар да көре алады, үлкен кісілер де көре алады. Бұл кинодан ең ой алатын кино. Ол қарттарымызға, жастарымыздың қалай жүргендеріне, байдың баласы бар, кедейдің баласы бар дегенде, сондықтан екі туындыма алдында қарағанда бұл басқа туынды. Сондай-ақ киноның түсірілімі барысында Жеңісхан біраз қиыншылықтарға да тап болған. Фильмді тек қана Алматыда түстік, Талғарда түсірдік. Қиыншылықтар әрине болды. Менің алғынғы картиналарыма қарағанда ең бірінші киномда қиыншылық бұл локация жағы қиын болды. Түсірілетін жерлер өте қиын табылды. Өйткені ол жағын істейтін адамдар енді қатты жұмыс істемеді, сондықтан енді сол жағынан ғана қиналдық. Бірақ енді Алланың бір өзін былай бергені ме деп ойладым, сондықтан жолдан табылған жақсы объекттермен соны түсіріп бітірдік. Аталмыш туындыдағы актерлерге келетін болсақ, Момышев жастарға ғана кастинг жариялаған. Жастарды кастинг арқылы таңдап бәрін жинадық. Ал өзіміздің үлкен актерларға келетін болсақ, ол баяғыдан өзім таңдап қойғам, тек қана сол кездесіп, сценарийді көрсетіп, оқытып, содан кейін барып келісімдерін берді. Ол кісілерге үлкен рахметімді айтамын. Қарттар үйінің өмірін комедиялық жанрда көрсеткен «Престарелая афера» атты Жеңісхан Момышевтың тың туындысы келер жылы экранға жол тартады. Ендеше сабырлық сақтап күтіңіздер.